Атақты кардиохирург Лео Бокерия. Жүректі аурулар емес, біз қалыпты деп санайтын күнделікті әдеттер құртады деген. Расында қан қысымының кенет көтерілуі, инсульт пен таңертеңгілік инфаркт оқиғаларының көбі дәл оянғаннан кейінгі алғашқы сағаттарда болады. Себебі біз күн сайын таңертең қан тамырларымызды білдіртпей улап жатамыз. Бүгін мен Мирас Ерланұлы сіздерге жүрегіңізді шамадан тыс жүктейтін, бірақ сіз мән бермейтін 3 таңертеңгілік қауіпті әдет туралы айтамын. Видео соңында бұл қауіпті азайтудың нақты әрі оңай жолын айтамын. Дайын болсаңыздар, бастайық. Ең бірінші және адамдардың 90% жасайтын ең үлкен қателік оянған соң бірден төсектен кенет тұру. Бала күннен бәріміз осы әдетке дағдыланып кеткенбіз. Оятқан кезде бірден атып тұру керек. Адам өзін ұйқыдан қозғалысқа лақтырады. Неге бұл өте қауіпті? Себебі дәл осы сәтте сіздің қан тамырларыңыз суықта қатып қалған бақша шлангысына ұқсайды. Ал сіз оның ішінен кенеттен жоғары қысыммен қайнаған су жібергендей боласыз. Түнде сіз ұйықтап жатқанда жүрек баяу жұмыс істеді. Тамыр соғысы минималды деңгейге түсті. Қан қоюланды, ал қан қысымы төмендеді. Сіз төсектен кенет тік тұрған кезде ауырлық күшінің әсерінен қан лезде төменге қарай ағып кетеді. Оның салдарынан ми 1 секундтың 1000-1 бөлігінде қансыз, яғни оттегісіз қалады. Бұған жауап ретінде ағзада дабыл сигналы іске қосылады. Жүрек миды құтқару үшін қанды жоғарға қарай зор күшпен жібереді. Жас ұлғайған кезде серпімділігін жоғалтқан қан тамырлар үшін бұл үлкен соққы. Дәл осы себептен инфаркт пен инсульттің басым көпшілігі таңғы сағат 5 пен 8-дің аралығында болады. Менің кеңесім, оянған соң ағзаңызға жылынуға мүмкіндік беріңіз. Оянған соң кенет тұруды доғарыңыз. Оянған соң төсекте бірнеше секунд жата тұрыңыз. Содан кейін асықпай отырып күтіңіз. Осы уақыт ішінде венадағы клапандар қайта реттеліп, қан қысымыңыз қалыпқа келеді. Осылайша сіз жүрегіңізді үлкен апаттан қорғап қаласыз. Бұл бірнеше минут жай ғана бос үзіліс емес. Бұл сіздің миыңыз бен жүрегіңіздің арасындағы өмірлік маңызы бар келіссөз уақыты. Түнде сіз ұйықтағанда ми үнемдеу режимінде болды, ал жүрек әрең соғып жатады. Бірақ сіз көзіңізді аша салысымен ми бір сәтте оянады. Жас ұлғайған кезде жүрек пен қан тамырлар мидың бұл жылдамдығына ілесе алмайды. Оларға қысымды реттеуге, капиллярларды тарылтуға және қанды басқа жеткізуге уақыт керек. Егер сіз ояна сала кенет тік тұрсаңыз, осы байланысты үзіп аласыз. Нәтижесінде жүйеде қысқа тұйықталу болады. Төсектен тұрғанда басыңыздың кенет айналуы дәл осының белгісі. Бұл мидың 1 секундтың 1000-1 бөлігінде оттегісіз және қорексіз қалғанын білдіретін сигналы. Есімізде болсын, жүрек кенет жұлқыныстарды мүлдем ұнатпайды. Ол ырғақты жақсы көреді. Осы бірнеше минут сіз үшін жылдар бойы демалыссыз. Тоқтаусыз жұмыс істеп келе жатқан ең күрделі ағзаңызға деген үлкен құрмет пен ізеттің белгісі болып саналады. Екінші әдет өте өзекті мәселені қозғайды. Себебі көпшілік адамдар таңын кофеден бастайды. Түнде сіз 7-8 сағат ұйықтағанда ағзаңызға бірде-бір тамшы су түскен жоқ. Бірақ сіз демалғанда, терлегенде және бүйректің жұмысы арқылы ағза үздіксіз ылғалытты. Дәрігерлердің зерттеуі бойынша таңертеңге қарай адам денесі біршама сұйықтықтан айырылады. Бұл сіздің қаныңызды қою кисел секілді қоюлатуға әбден жеткілікті. Мұндай қою қан капиллярлар бойымен қиындықпен қозғалады. Ал жүрек бұл тұтқыр массаны қан тамырлар бойымен күштеп итеруге мәжбүр болады. Дәл осы сәтте сіз әлгі қоюланған қанға таңғы кофені, яғни кофеинді қосасыз. Кофе диуретик. Ол ағзаны сумен толтырмайды. Керісінше, қалған ылғалды сыртқа қарай айдап шығарады. Нәтижесінде ағзаға 2 есе ауыр соққы беріледі. Сіз онсыз да сусызданып ояндыңыз, ал кофе бүйректі қалған сұйықтықты да шығарып бастауға мәжбүрлейді. Қан тамырлардың саңылауы кенет тарылып, қан одан сайын қоюлана түседі. Жүрегі әлсіз немесе қан қысымы жоғары адам үшін бұл гипертониялық дағдарысқа апаратын жол. Менің кеңесім, таңды жылы немесе бөлме температурасындағы сумен бастау керек. Таңертең ішілген 1 стақан жылы су жай ғана шөл қандыру емес. Бұл бүкіл тамыр жүйесін жуып шаю. Бұл су лезде сіңіп қанды сұйылтады және жүректің жұмысын жеңілдетеді. Бұл бір тот басқан механизмге май құйғандай әсер береді. Оянған соң төсектен асықпай тұрып 1 стақан жылы су ішіңіз. Бұл 1 минуттан да аз уақыт алады. Бірақ таңертеңгі қан тамырлардың жүктемесін түсіретін ең қарапайым әрі пайдалы әдет. Тек осыдан кейін ғана таңғы асты ойлауға болады. Егер кофеден бас тарту қиын болса, оны сәл кейінге,
ағзаңыз толық оянып, су балансы қалпына келген кезге ішіңіз. Бұл таңертең тұрып беті қолды жуған сияқты ағзаның ішкі гигиенасы болуы тиіс. Үшінші әдет. Таңғы астан кейінгі қимылсыздық. Бұл байқалмайтын, бірақ өте қауіпті қателік. Көпшілік адамдар ояндық, таңғы асымызды іштік, сосын бірден диванға барып жайғасамыз. Содан кейін телефон ақтарып, жаңалықтар көруге кірісеміз. Әсіресе жас ұлғайған сайын бұл әдет нағыз тұзаққа айналады. Біздің ағзамызда екінші жүрек деп аталатын өте маңызды мүше бар. Бұл біздің балтыр бұлшықеттеріміз. Вена қан тамырларындағы қан төменнен жоғарыға ауырлық күшіне қарсы. Дәл осы аяқ бұлшықеттерінің жиырылуы арқылы көтеріледі. Егер сіз таңғы асты ішіп алып, креслоға қайта барып үйіп отырып қалсаңыз, венадағы қаныңыз аяқтарыңызда сөзбе-сөз тұрып қалады. Яғни тоқырау пайда болады. Нәтижесінде кеудеңіздегі негізгі жүрегіміз әлгі төменде тұрып қалған қанды жоғарыға тартып алу үшін 3 есе артық күш жұмсауға мәжбүр болады. Таңертеңгілік әлсіздік, аяқтың ауырлауы немесе қайта-қайта отыра бергің келетін сезім дәл осыдан туындайды. Бұл сіз сезбейтін, бірақ жүрек қозғалтқышын іштен тоздыратын жасырын жүктеме. Марафонға жүгірудің еш қажеті жоқ. Таңғы астан кейін креслоға асықпаңыз. Үйдің ішінде 5-10 минут қана ары-бері асықпай жүріңіз. Бірнеше қарапайым қозғалыс жасасаңыз жеткілікті. Мысалы, аяқтың ұшымен тік тұрып, қайтадан өкшеңізге жайлап түсіңіз. Осы бір қарапайым әрекет аяқтағы бұлшықет сорғысын бірден іске қосады. Сіз таңертең аздап қимылдаған кезде қан тамырларыңыз артерияларды табиғи жолмен кеңейтетін және оларды холестерин түйіндерінен қорғайтын арнайы заттар бөліп шығарады. Жүректі жас ұлғайғаны құртпайды. Оны жылдар бойы зиянсыз болып көрінген кішкентай әдеттеріміз бұзады. Инфаркт пен инсульт ешқашан кенеттен келмейді. Ол таңертеңгілік тыныштықтан басталады. Біз төсектен кенет атып тұрғанда, онсыз да сусызданған ағзамызға кофемен соққы бергенде және қимылдаудың орнына тағы да диванға барып отыра қалғанда. Жүрек адам ағзасындағы ең алғыс білдіргіш, ең мейірімді мүше. Ол сізден үлкен ерлікті талап етпейді. Оған тек күнделікті дұрыс әдет керек. Оянуға арналған сәл ғана қосымша уақыт, бір стақан жылы су және бірнеше минуттық қана қозғалыс. Кейде тек таңғы әдеттерімізді сәл ғана өзгертсек жеткілікті. Сонда ағзамыз бірден мүлдем басқаша жауап бере бастайды. Тынысыңыз кеңейіп, бойымызға ішкі қуат енгенін сезесіз. Ұзақ әрі сау өмір сүру тағдырдың жай ғана кездейсоқ сыйы емес. Бұл сіздің әр таң сайын оянғанда қабылдайтын кішкентай шешімдеріңіздің жиынтығы. Ертең таңертең көзімізді ашқанда, сізде тағы да таңдау болады. Мен сіздің өз жүрегіңізге жанашырлықпен қарап, дұрыс таңдау жасайтыныңызға сенемін. Өйткені бізде басқа жүрек жоқ. Өз денсаулығыңыз өз қолымызда. Видео пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылып қойыңыз. Өзіңізді күтіміз. Сау болыңыз.